мына менің мяталарым. Алдында мына бір мяталарды мына жерден артық өсіп жатқасын мына жерден кесіп, аккуратно кесіп, осылай тамыр шығарып алдым. Мынаны енді мына жерге отырғызып жатырмын. Мына шеттеріне тейлеп отырғызамыз. Мына жерге. Бүйтіп искусственный өтір ғой. Аю, не мешайся. Аю. АСМР жасаймыз қазір, аю. Мятының бір күштісі, тек тамыр шықса болды. Мен видео түсіріп жатырмын. Құламайды, ештеңе етпейді. Бүйтіп тесіп аласыз да, тек отырғыза бересіз. Бір жақсы тамыр шықса тез шығады. Бір аптаның ішінде, даже 2-3 күннің ішінде шығады негізі тамыры мятының. Вообще, тез өседі бұл. Мынау үйге отырғызатын мяты ғой. Бүйтіп, бір қолым. Мен ұстап тұршы, тамелан бүйтіп. Осылай. Міне осылай. Сосын қатты топырақпен бүйтіп басып тамырын отырғызбайсыздар. Аю, видео түсіріп жатым. Видео АСМР түсіріп жатым, аю. Міне осылай. Енді мына біреуі қалды. Осы біреуін отырғызамыз қазір. Жері тамырымен осы жерге. Бүйтіп саусақтарыңызбен жайлап қазып аласыз. Гераньда да осылай отырғызсаңыздар болады. Прям гераньда бұндай негізі гүлдер жер талқамайды, өсе береді негізі. Мынау менде комнатный мята. Қысайып кетіп жатыр екен. Бүйтіп мынау менде комнатный мята. Жәйте мынау далада өсетін мята. Мынау менде далада өсетін. Бұның да тамыр шығып тұр. Міне мына жерде. Бұны ертең бөлек отырғызамын, потому что бұны мен мына бір мятаны мохитоға пайдаланатын боламын. Үйде қыс бойы менде терезенің алдында мята болады. А мынау менде комнатный мята. Мынау менде мохитоға далада өсетін мята. Мынау мен Турциядан әкелген гераньдарым. Прям өсіп жатыр ғой. Осылай отырғызып тастасаңыздар болады.